Біз мына жерде мына екінші именно Б пунктін шығарған кезде бәріміз мынадан қателескенбіз. Бәріміз как будто мынада синустың 4 дәрежесі тұрса, оны как бы x-тің n дәрежесі dx сияқты, как бы x-тің n плюс 1 дәрежесі n плюс 1 деген ержемен шығарғанбыз. Ол именно синустарда басқа мына жоғарғы дәрежелі синустар тригонометрикалық функциялар ол қате болады. Бұл тек қана дәрежелік функцияларда ғана осыны қолданамыз. А мынада ол жүрмейді. Біріншілердің қателіктерін ұқтыңыздар ма? Бұл кезде мынандай жағдайда именно тригонометриялық функцияның дәрежесі бірден жоғары болса, яғни 2 және одан көп болса, онда біз дәреже төмендету деген ержені қолданамыз. Дәреже төмендету. Дәреже төмендету данный моментте именно мынау үшін біз дәрежені төмендетпей қоямыз. Бұл үшін біз мына А пунктіндегі нені қолданамыз. Яғни біз мына жерден мына 4 синус куб тетаны таба аламыз ба? Таба аламыз ғой. Бізге сол керек болады. Міне 4 синус куб тетаны сразу таба салам. Мен мынаны ана жаққа апардым деген сөз. Ананы ана жаққа апардым, сол кезде не болады? 3 синус тета минус синус 3 тета болады. Келісесіздер ме? Міне, жаңағы А пунктін қолданып жатырмыз деген осы. Міне, біз мынадан сразу интеграл таба алмаймыз. Естеріңізде болсын. Все, миларыңызға соны бекітіңіздер. Бүйтіп шығарып кетуге болмайды. Синус, косинус, тригонометрия тұрса. Ешқашан бүйтіп шығармаңыздар. Ол өте үлкен қателік болды. Назарбаев мектебінің 12-ші сыныбын оқып жүріп, андай интеграл тастаңыздар, ұят болады. Сонымен интегралдың ішіне мен мына полностью 4 синус куб тетаның орнына не қоя аламын? Мынаны қоя аламын. Демек 3 синус тета азайтылған синус 3 тета. Енді квадрат тұр. Одан да сразу интеграл таба алмаймыз балалар. Сондықтан оның да дәрежесін төмендету аламыз. Дәрежесін төмендету формуласын білмесеңіздер, ең қарапайым формула мынау. Косинус 2 альфа неге тең еді? Мынау неге тең? Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Енді бізге керек не нәрсе? Синус квадрат альфа керек болып тұр. Сондықтан мынада табуға тырысамыз. Демек, біз мынаны да төмендетіп жүреміз. Мынаны да онша біз косинус 2 альфаны мынау не деп жазуға болады? 1 минус синус квадрат альфа деп болады. Мынаны тағы синус квадрат альфа дедік, е? Міне екеуін біріктірсек не болады? Минус 2 синус. 1 минус 2 синус квадрат альфа. Міне, мынау тең болып тұр мынаған. Енді мен мынадан 2 синус квадрат альфаны жай. Синус квадрат альфаны таба аламын ба мында? 2 синус квадрат альфа тең болады 1 минус косинус 2 альфа. Дұрыс па? Мынаны ана жаққа апардым, мынаны мына жаққа алып келдім. Енді бұдан синус квадрат альфа неге тең? 1 минус косинус 2 альфа бөлінген 2-ге тең. Міне, дәрежесін төмендетіп алдық. То есть квадрат альфа. Синус квадрат альфа мынаға тең. Демек, мына жердегі синус квадрат альфаның орнына дәрежесі төмендетілген мынаны алып келем. Ұғыстыр ма? Демек, қосылған 6 көбейтілген 2-ден 1 минус косинус 2 тета бізде, данный моментте. Д тета. Все, ол есеп енді қарапайым түрге келді. Мынау 2 мен 6-ны қап жүріп, мынада 3 болды. Сол кезде интеграл 3 синус тета азайтылған синус 3 тета қосылған 3 минус 3 косинус 2 тета. Дұрыс қой? Міне, д тета. Енді мынадан интеграл табу оңай. Синустың алғашқысын білеміз ғой? Синустың алғашқысы не нәрсе? Осы минус косинус. Дұрыс айтасыз. 3 минус косинус тета. Дұрыс айтасыз. Мына синустікі не болады? Енді біз мынадай нәрсе айтқанбыз балалар. Ылғида kx тұратын болса, не істеушік? 3-тен 1 болады. О, дұрыс айтасыз. 3-тен 1 деп мынаның коэффициентін керісінше 1 жағып жібереміз да. Ал енді синустікі не болады? Косинус. Минус косинус. Ол кезде мына плюс болады. Косинус 3 тета. Плюс жайсандікі қасына X. Тета біздің жағдайда. Тіркеледі, е? Минус. Енді косинустың алғашқысы не нәрсе? Синус. 3 бөлінген 2 деп аламын. Себебі мынада коэффициент тұр. Түсінікті ме? Синус 2 тета болды. Міне, біз алғашқысын таптық. Алғашқысын дейміз бе? Интеграл дейміз бе? Сол кезде мынау нешеден нешеге дейін? 0-ден пи бөлінген 3-ге дейін. Енді ары қарай шығарамыз. Пи бөлінген 3-ге дейін. Енді мәнді қойып шығарайық балалар. Пи бөлінген 3-ті ана жерге қойып. Ең бірінші жоғарғы шекті қойыншы. Минус 3 көбейтілген
пи бөлінген 3-тен 60 градус қой. Косинус 60 градус неше тең? 2-ден 1-ге тең. Не? Қосылған 3-тен 1 көбейтілген мұнараға қойсақ, 3 бөлінген пи бөлінген 3 болса, мына менен қысқарттық. Косинус пида 180 градус. Минус 1-ге тең. Минус 1-ге тең. Анда жайыш пи деп тұр. Ой, 3 тета деп тұр. Жоқ, енді мына менен кетіп қалады да косинус пи қалады ғой. Косинус пи дегенім минус 1-ге тең болады. Минус 1 болады. Мына алдындағы 3-тен 1 тұр. Енді плюс мынарада пи бөлінген 3 болса, қысқарып кетеді де, осыны айтып тұрсыз, пи қалады, иә? Иә, сонда. Минус 3 бөлінген 2 көбейтілген. Енді косинус пи бөлінген 3-ті мұнараға қойсақ. 2 пи бөлінген 3. Ол деген сөз 120 градус. 120 градус пен 60 градустағы синустың мәні бірдей. Ол түбір асты 3 бөлінген 2. Міне, біз жоғары шекті қойдық. Минус, енді төменгі шекті қоямын. Төменгі шекті қойсам, косинус 0-ді 1-ге тең. Значит, минус 3 тұра береді, е? Мұнараға 0-ді қойсақ 1 ғой. Мұнараға 0-ді қойсақ, тағы да 1, 3-тен 1 болады. Түсінді ме? Плюс 3-тен 1. Мұнараға 0-ді қойсақ 0, синусқа 0-ді қойсақ 0. Значит, 0 тең. Міне. Сол кезде енді мұнараны мұқият есептеуіміз керек. Мынауымыз не болады? Минус 2-ден 3. Мынауымыз минус 3-тен 1. Қосу пи азайтылған 4-тен 3 түбір асты 3. Мына жақта мұнараға 3 келсе 9, е? Минус 9, алып тастасақ 1-ді 8. Минус 8 алдындағы минуспен плюс болады. 8 бөлінген 3. Тең. Енді біз мыналарға тиіспей қойшы, мыналар бірікпейді мыналармен. Мына біреулерді ғана біріктіресіңдер. Екеуінің ортақ еселігі неше мына үшеуінің? 6, е? 6. Осыларды ғана жұмыс істеп жатырмын мен, андарға жұмыс істеген жоқпын. Не болады? Мынаған 3 келеді, мынаған 2 келеді, мынаған 3 келеді. Мынау минус 9, минус 9, мынау минус 2. А? Мынаған 2 келеді екен. Мынау? Плюс 16. Біріктірсек? Плюс 5. Плюс 5. 6-тан 5 азайтылған, қосылған пи азайтылған 3 түбір асты 3 бөлінген 4. Міне, жауап осылай болады.